Тема урока «Канцелярия на казахском языке». Часть первая. Для начала познакомимся со словами. Повторяем за мной. Калам, карандаш, өшіргіш, желім, қайшы, қағаз, дәптер, сызғыш, ұштағыш. Ну что, все запомнили? Проверим. Калам, карандаш, өшіргіш, желім, қайшы, қағаз, дәптер, сызғыш, ұштағыш. И еще разок. Карандаш, сызғыш, қайшы, желім, қағаз, ұштағыш, қалам, дәптер, өшіргіш. А на слух слушаем слово и вспоминаем, что это. Дәптер, қарындаш, қағаз, қайшы, желім, өшіргіш, қалам, ұштағыш, сызғыш. Ну а теперь берем листочек и ручку, будет диктант. Карандаш, дәптер, сызғыш, қайшы, ұштағыш, қағаз, өшіргіш, желім, қалам. Готовы проверить? Поехали. Надеюсь, вы выполнили все верно. На этом наш урок подошел к концу. Увидимся в следующих уроках.